Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен ағылшын тілінің English Plus кітабының 19-шы бетін талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп кет, лайк басуды ұмытпа, сенің ағылшын тілінен 5 шығуың қажет. Сонымен бастаймыз. Бүгінгі тақырып бізде an email деп айтылады, яғни бүгін біз email өзіміз туралы хат жазуды үйренеміз, Сонымен жауаптарына кеттік. Бірінші тапсырмада былай дейді: Read the modal text and choose the correct photo of Matthew from the A and B дейді. Яғни мына A және B суретіне қарап, Матthew туралы тексті қай сурет сәйкес келетіндігін табуымыз керек. Мына текстке бастаймыз, тексті оқып аударамын. Hi Dilnaz, сәлем Dilnaz. My name is Matthew and I'm 11 years old. Яғни менің атым Matthew және мен 11 жастамын. I am from Newcastle in England. Яғни мен Ньюкаслды, Англиядағы Ньюкасл қаладамын дейді. I like music. Маған музыка ұнайды. And my favorite bands are Alabama Shakes and Django Django. Және де менің сүйікті топтарым Alabama Shakes және Django Django. I also like films and football. Және де мен тағы да жақсы көремін фильмдерді және футбол ойнағанды. I am Newcastle United fan. Яғни мен Newcastle United'тың, яғни ол футболды команданың соның фанатымын дейді. They are great team. Олар өте керемет команда дейді. Енді мына Дилназға сұрақ қойып отыр. Where are you from? Сен қай жақтансың? Is your English good? Сенің ағылшын тілің жақсы ма? Are you interested in music? Сен музыкаға қызығасың ба? Please write me soon. Өтініш, кейінірек маған жаз. Matthew Show, яғни Matthew Show деп өзінің бір арнайы Дилназ деген қызға бұл хабарламасы болды. Енді мына ол A туралы айтты ма және B туралы айтты ма екендігін табуымыз қажет. Әрине ол A туралы айтты, себебі теннис туралы ешқандай әңгіме болған жоқ. Екінші тапсырмаға кеттік, яғни мына тапсырманы орындап қойдық. Екінші тапсырмаға кеттік. Complete the key phrases and look at the modal text and check your answer. Яғни мына кілтті сөздерді сен толықтыруың қажет. Біріншіде, I like music. Маған музыка ұнайды. I also like films and football. Мен тағы да фильмдер мен футболды жақсы көремін дейді. I am a Newcastle United fan. Мен Newcastle United'тың фанатымын дейді. Are you interested in music? Сен музыкаға қызығасың ба? Please write me soon. Өтініш, кейінірек жаз. Міне жауабын жазып қойдым. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Каналға тіркелуді ұмытпа. Ары қарай үшінші тапсырмаға кеттік. Бізде capital letter деген ол бізде бас әріптер деген сөз. Қалай жаттаймыз? Capital дегеніміз бізде Астана ғой. Астана дегеніміз ол бізде бас қала. Демек бас қала, бас әріп екеуі бір-біріне ұқсас сөздер. Түсінікті деп ойлаймын. Енді бітеді. Find words in the text that starts with capital letters. Match the words to description 1, 2, 1, 6 дейді. Name of the person, яғни адам аты дейді. Мына жерде саған айтады, бас әріппен жазылған сөздерді бір-бірімен сәйкестендір дейді. Енді біріншісінде the name of a person, яғни адамның аты. Matthew десең де болады, Dilnaz десең де болады. The name of the country, мемлекеттің аты, ол бізде әрине England, яғни Англия. The name of a team, яғни команданың аты, ол бізде Newcastle United. The name of a city, яғни қаланың аты, ол бізде Newcastle. The name of a language of nationality, яғни тіл менен ұлттың аты дейді. Ол бізде әрине English, ағылшын. The first words of the sentence, яғни мына жақтағы бірінші сөз дейді. Ол бізде my name is Matthew. Міне, just қойын. My name is Matthew and I am 11 years old деген ол бізде бірінші сөз. Демек, мына тапсырманы да орындап тастадық. Арғай, төртінші тапсырмада саған былай дейді. Біз түсіндік, capital letter деген ол бас әріптер. Енді төртінші тапсырмада саған текст берілген. Осы тексттен сен бас әріптерді тауып жазуың қажет. Мысалға, мына жерде hi деген сөз кіші әріппен, ал ол негізі бас әріппен болу керек. Әрине адам аты үнемі бас әріппен болады. I деген бізде subject есімдік бас әріппен болады. Қалан аттар, Павлодар бас әріппен, мемлекет атаулары әрине бас әріппен, яғни capital letter I бізде capital letter, Emma деген адам аты, Watson дегенде W адам атының фамилиясы болғандықтан бас әріппен, ол бізде Гарри Поттерға түскен актриса Гермиона. I есімдік болғаннан кейін capital letter, I capital letter, my capital letter, Irish Павлодар, яғни Irish Павлодар. Бұл бізде команданың аты болғандықтан capital letter мен жазылады. Демек, сен capital letter не екенін түсіндің деп ойлаймын. Мына жауапты көшіріп ал бірден.
ары қарай кеттік. Енді 5-ші тапсырмаға оралайық. 5-ші тапсырма бізде қиын емес. Мен саған бәрін бірден дайындап бердім. Енді осыны көшіріп алсаң болады. Сонымен бастаймыз. Мына жерде саған жазылымға арналған тәртіп берілген, осыған қарасан болады. Енді қараймыз. Біріншіде A, task дейді. Яғни сен қандай досыңа хабарлама жазып жатырсың. Міне Эрикаға деп қойдым. Өзің туралы информацияны мына сұрақтарға жауап беру арқылы жазып. Міне бірінші сұраққа қараймыз. What is your name and age? Сенің атың кім және де сен қаншадасың? Мына қызылмен жазылғандарға өз аты жөніңді қой. My name is Жанна. Менің атым Жанна. Сен өз атыңды жазып, my name is Нұржас десем болады. I'm 10 years old. Әрине өз жасыңды айтасың. Where are you from? Сен қай жақтансың? I'm from Алматы. Мына жерге өзіңнің қалаң атын жаз. Түсінікті ма? Семей, Өскемен деп. I'm in Kazakhstan дедік. What are you interested? Сені қызығушылықтарың не? I'm interested in art. Яғни мына арттың орнына өзіңдікін жазсаң болады, жазбасаң да болады. Мен суретке қызам, және де мен музыканы жақсы көрем. I like music. Музыканың орнына өзіңдікін жазып қой. My favorite singer is Sadradin. Және де сенің сүйікті затың не дейді заттар? Енді мен мына жерге сүйікті әншімді жазып қойдым. My favorite singer is Sadradin. Мен Sadradinді жақсы көрем деп. What are your questions? Сенің сұрақтарың қандай? Мен екі-ақ сұрақ қойдым. Where are you from? Сен қай жақтансың? Және who is your favorite singer? Сенің сүйікті әншің кім? Сен тура мынаған қарап жазсаң да болады, немесе мына сұрақтарды қоя берсең болады, немесе менікін толығымен көшіріп ал. Мына Жанна Берикованың орнына өзіңнің атыңды жазасың. Мына жерде Жанна Жарас Алмазов деген секілді қып. Сабақ түсінікті. Тексеруді ұмытып кеттім. Демек write жаз дейді. Енді біз write your email include these things дейді. Мына сөздерді қосып emailіңді жаз. Greeting. Яғни сен сәлемдестің бе? Сәлемдестің, міне тұр. Өзіңнің досың, өзің туралы мәліметтер бердің ба дейді. Міне, өзім туралы мәліметтердің барлығын беріп қойдым. Енді сұрақтар қойдың ба дейді. Міне, мен сұрақтарды қойып қойдым. Және де саған айтады чек дейді. Яғни мына бәрін тексер дейді. Мына бәрін тексеріп шық дейді. Яғни тексеріп шығатын болсақ, мына жерде capital letter'лар бар ма дейді. Әрине capital letter бізде бар. Ол міне Жанна тұр, Алматы тұр, Sadradin тұр, Май тұр деген сияқты, басар M, C деген сияқты. Spelling, яғни мұнан бәрін сен дұрыстап оқып бердің ба дейді. Оны дұрыстап оқып бересің деп ойлаймын. Немесе бірге оқып көрейік. Hi Erika, my name is Жанна and I'm 10 years old. I'm from Almaty in Kazakhstan. I'm interested in art and I like music. My favorite singer is Sadradin. Where are you from? Who is your favorite singer? Please write soon. Жанна Берикова. Осылай оқып берсең болады. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп лайк басуды